Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Бұл Асқар Нұрак YouTube арнасы. Бүгінгі қызықты және пайдалы контентті айта кетсем, ең бірінші, мысалы қазір YouTube'да контент жасау өте маңызды. Контенттің не екенін білесіздер, ол видео, там анау-мынау да, өздеріңізге керекті нәрсе. Сол контентті жасайсыңдар, содан кейін YouTube'ға жүктеп ақша табатын боласыздар. Соның ішінде сіздерде қандай контент болу керек? Соны біз ескерте кетейін, ескеруіміз керек, қандай контент, бір табысты, чтобы атып кететін, ақша көп әкелетін контент. Оның бәрі дұрыс, сапалы болу керек, оны да дұрыс, бірақ баста көп адамның ақшасы жетпейді оған. Ең бірінші нәрсе, контент бірінші айтатын нәрсе, ол сізбен ғана біту керек. Мысалы, оны қалай түсінуге болады? Сізбен ғана біту керек. Бірақ нәрсе бар, сіз егер өзіңіз ғана контентті жасай алатын болсаңыз, сіз оны контентті көп жасайсыз. Мысалы, мен біраз уақыт бойы полицияларды, заңсыздықтарын видеоға түсіріп жүрдім. Ал бір күні полиция ұйықтап жатады, бір күні полиция ерегеседі, бір күні заңсыз. Егер полиция заңсыз немесе бәрі заңмен жүрсе, мен контент шығармаймын деген сөз. Соны ескерген дұрыс. Немесе олар неше түрлі нәрселер көп. Біреуді интервьюге шақырам, ол келмей қояды, немесе келіспей қояды. Ал сіз соның орнына үйде отырып, мына жерде бірақ компьютермен, мына компьютермен, мысалы, осы жерде ғана отырып контентті жасай алсаңыз, сізде расход жоқ, уақытыңыз көп кетпейді. Мейлі сіз көшеге шығып, барып контент түсірем деп, расходыңыз болады, уақытыңыз кетеді, жолыңызға кетеді, бензиніңізға кетеді. Мүмкін неше түрлі расходтар бар. Солардың орнына сіз үйде отырып, бір емес, 3 контент түсірсеңіз. Мысалы, топ-5, топ-5 опасный жануарлар, қалай айтуға тағы, Нью-Йорк туралы 5 факт, қызықты нәрселер, топ-факт деген сияқты. Неше түрлі темалар бар. Үйде отырып тамақ істеу. Құт әйел адамдарға айтатын, тамақ істейтіннің өзіне де сіздер барып магазиннен барып продукт алып қайтасыздар. Ол да расход, қашанғы сіздер қазір тем более продукт қымбат, шын айтқан кезде. Менің айтқым келіп тұрған нәрсе, егер сіз бәленбай миллион теңге YouTube'қа бөле алсаңыз, немесе бірнеше жүз мың, бірнеше мың YouTube'қа бөле алсаңыз, ол жақсы, бірақ бөле алмайтын адамдар не істейді? Мүмкін сіз бөле алатын болсаңыз да, сіз оны бөлмей тұрғаныңыз дұрыс сияқты. Себебі ол бір видеомен сіздің видеоңыз атып кетіп, немесе просмотр ойбай жинайды деген сөз емес. Видео жасадым, соншама 100 мың теңге тұратын видеоны жасадым, расход 100 мың теңге кетті. YouTube'қа салдым, бірақ видео күтіп отырмын. YouTube'қа бәрібір сен қалай жасайсың? Неше түрлі YouTube'да тупой видеолар бар. Шортстың ішін ашып қараңыздаршы, қарайсың, бетіп қарайсың, какой-то болмайтын постановочный, сен анау-мынау көшеде шортста көресің, особенно андай-мындай, ойбай деп бір қыздың қолын ұстап кетеді, деп құлап қалады, гүл ұстатып кетеді. Ол YouTube'да, мен оларды не қылмаймын, олар дұрыс істеп жатыр. Барады, екі бала қосылады, түсіре салады. Қазір бұрын күлкілі болса қарайтын. Қазір сондай заман келді, енді заман ба, уақыт па, мен не дерімді білмеймін, бірақ сондай уақыт тупой темалар өтіп кете береді. Сіздің мақсатыңыз видео просмотр жинау. Енді ойланыңыз, осыдан кейін сапалы болу керек пе осыдан кейін? Әрине сапалы болса жақсы, бірақ сіздің сапалы қайта-қайта видео шығара беруіңізге сіздің қалтаңыз және уақытыңыз көтере ма? Менің айтқым келетін нәрсе тек қана мен, яғни сен деген сияқты сізбен ғана шешілу керек. Мысалы, мен Досикке звондаймын, Досик деген менің шәкіртім бар, досым бар, інім бар. Досик, давай бүгін контент түсіріп тастайық. Досик айтады, мен не могу білмеймін, бүгін мен сабақта боламын, бүгін бара алмаймын, бүгін қыздарыммен кездесем, достарыма барам, балдарыммен жүрем, қызыммен кездесем, анау-мынау, в общем, сосын айтамын, Досик жоқ болса мен контент түсіре алмаймын, значит. Не, олай болмайды ешқашанда. Бизнес деп айтайыншы, мен YouTube'да бизнес деп айтамын, потому что одан ақша тауып отқаннан кейін. Сен бір орында, бір өзің ғана сол контентті озвучка жаса, монтаж жаса, бесплатный видеоларды тап, YouTube'дан, YouTube'дан емес, басқа Google'дан іздеп тап, Pexels болсын, Pixabay, подпискаларына жазылып қойып, мейлі платный видеоларды жүктеп алып, неше түрлі факттарды, мысалы, опасный животный, опасный поездар, таулар, биік-биік таулардың бір нәрсесі, сондай үйде отыратын контент керек саған. Менің айтқым келетін нәрсе осы. Егер сен, мысалы, неше түрлі идеяларды жоқ, сенде неше түрлі идея жоқ, мысалы, так, бүгін тупо отырсың, ойбай кешіңізді. Бәрі нормально ойды ма? Үйде отырсың, идея келмейді, тупо YouTube'ға кірді, Google'ға поискқа жаз, search, YouTube'тың поискына жаз, топ-5. Топ-5 жаз, арға идеяны тауып береді. Сен содағы көрген видеоларды, мысалы, топ-5 опасный животныйлар, орыс тілінде, немесе ағылшын тілінде. Аласында тура соны солардың аттарын теріп ал да,
мысалы опасный животные, там піл, қасқыр, арыстан, там тағы не, паук, өрмекші, жәндіктер, олар сондай темаларды көріп алды. Осылар екен ғой опасный животные. Бесеуін жазып алды. Бесеуі туралы видеоны ал, тап, соны мейлі ол орысша болса, орысшаның, егер сен орыс тілінде контент жасағың келсе, орысша жаз, мысалы әртүрлі басқаша қылып жаңағы сөзді. Егер орысша болса, қазақшаға переводтап ал. А если американский, енді американский деген YouTube жоқ, ағылшын тілінде түсіргің келсе, енді ол 7-8, 10 есе бізден көп төлейді ол ақша, себебі Американың несі, ол бөлек әңгімені айтайын, алдағы уақытта айтамын. Соны алда ағылшынша переводта, ағылшынша білмесең, английский перевод бар, тупо субтитрді қоя сал. Нәтижесінде просмотр жинала береді, сен көп нәтиже видео шығарасың. Бір күн шығасында сен мысалы бір қойылым жасағың келеді, бір видео, художественный видеолар жасағың келеді, досикке звондайсың, мен дос балама, или ініңе, или бір нәрсеңе, там, пожалуйста, маған съемка жасап берші, хотя бы камера ұстап тұршы. Ой, мен былай едім, ертең қазір көп адамның уақыты жоқ, өздеріңіз білесіздер. Просто менің айтқым келген нәрсе, сіздер көп видео шығару керек, сіздер. Айтатын сөзім сол. Завод болу керексіздер. Көп видео. Бүгін бір видео шығардың, ертесіне уже 2-3 видео шығару керексіз. Қызықты әрине, тупо видеолар емес әрине. Шама келгенше. Тупо видеолардың, тупо қап-қараңғы экран, все, қарап отырсың, ол енді датовы ондайға түскен жоқ әлі. Білмеймін, мен алдағы уақытта түсетін шығар. Бірақ қызықтан постановочный темалар, мысалы бір жігіт келеді, видеолар, мысалы сценарий, сондай шортста бар. Бір жігітпен қызбен танысады, сәлем қарындас, танысуға бола ма, анау. Сен кімсің, сен киімің онша емес, бар кет бар. Мен осы дүкеннің хозяинымын, просто мен бүгін осылай киініп жүрмін. Оны жүр танысайық. Жоқ, мен таныспаймын. Сен ақшаға қарайды екенсің. Сол сияқты тупо постановочный, мынандай келісіп алған видеоларды түсіреді. Мен оларды білесіздер ме? Көбісі айтуы мүмкін, ой, мынау не тупой? Олар ақылды адамдар. Олар көп видео шығару керек. Олар біледі, олар ақша тауып отырған адамдар. Сіздер де, мені басында осы бұл видеода емес, алдағы видеоларда айтқан болатынмын, YouTube-қа кіру үшін үй алуды ұмытасыздар, қорқуды ұмытасыздар, актерский мастерство болу керек. Сіздерге айтатыным, тоқтамай еңбек етіп, көп видео шығаратын завод болу керек. Ал завод болу үшін сен өзіңмен ғана шектелуің керексің. Мейлі, әрине себебі бір адаммен шешілетін болса, көшеде біреуді түсіретін болсаңдар, немесе саяхатқа шығу үшін сіз қазір Дубайға бару үшін жоқ дегенде 300-400 мың теңге керек. 300-400 мың теңгеге видео түсіріп қайтасыз. Нәтижесінде бір видео ол просмотр жинала ма, 300 мың теңге минус. Сізде 300 мың теңге жоқ. Енді плюсіңіз Дубайға барып қайттыңыз. Олай қиналып, ақшасыз, дымсыз Дубайға барған не керегі бар деген сияқты. Әрине ол әркім өзі шешеді. Бірақ енді менің айтқым келетін сөз 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні сіздер завод болу керек, сіздер видеоны шығаратын. Чук, жасадым, шығардым, просмотр жинады. Сөйтіп сіздерде практика пайда болады. Сіздер YouTube-тың алгоритмін жақсылап түсіне бастайсыздар. YouTube сізге деген сенімі көбейеді. Мынау біртінде постепенно шығарып атқан видео. Мынаған ақпарат берейік. Себебі что-то бір-екі адамдар қарап бастады. Давай мынаған ақпарат берейік деп ол алгоритмі YouTube-тың. Енді олай ешкім айтпайды ғой, бірақ солай жасалынған. Себебі YouTube-қа тұрақты адам керек. Бір күн видео салып қойып, жатып, так еске түскен кезде видео жасаған, онлай болмайды. Сіздер бастапқыда видеоны сала беру керексіздер. Тағы да мен отдельный тема қылып айтқым келген, бірақ тағы да айта кетейін. Көп адамдар айтады, көп видео салған дұрыс па, әлде немесе аз видео салған дұрыс па дейді. Оның екі түрлі жауабы бар. Көп видео, егер сіздің каналыңыз 0 немесе 100 мың, 10 мың, жалпы айтқан кезде подписчигіңіз аз болса, өз нишаңызда аз болса, онда сізге көп видео салу керек. Егер сізде подписчик көбейіп жатыр, көп болса, онда сізге сапалы аптасына бір видео салсаңыз болады. Жалпы айтқан кезде мен алдағы уақытта кеңірек тоқтайтын боламын осы тақырыпқа байланысты. Ал сіздер арнаға жазылып, лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асқар, бұл Асқар Нурак YouTube арнасы. Просмотр неге көбеймей жатыр? Просмотрды көбейттеріңіздер, сіздерге байланысты. Енді қорытындылай айта кетсек, сөзімді аяқтаймын. Біздер YouTube-та контент шығаратын завод болуымыз керек. Ол үшін біз істейтін нәрсеміз өзімізбен ғана шешілу керек, жоқ дегенде. Сол. Сау болыңыздар онда, арнаға жазылыңыздар.